Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен жалпы білім беретін мектеп гимназиясының ағылшын тіл пәні мұғалімі Алиева Гүлайхан. Бүгінгі педагогикалық идеяға менің тақырыбым саммари арқылы оқушының кітап оқу дағдысын арттыру. Енді бұл идеяны алудағы менің ең басты мақсатым ұрпақтар теориясындағы альфа ұрпақтың қажеттілігін өтеу, цифрлық дәуірде оқушыларды кітап оқуға қызықтыру және де кітап оқу дағдысын қалыптастыру. Осы мақсаттарыма сай менің міндеттерім кітап оқу дағдысын арттыру, оқушыға яғни ыңғайлы ортаны қалыптастыру, баланың құзыреттілігін дамытатын саммари нұсқадағы кітаптарды көбейту, сонымен қатар альфа оқушыдан кітап оқитын оқушы моделін әзірлеу және оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт жобасына үлес қосу. Бұл идея неден туындады? Ең біріншіден олар оқушылардың жасына сай кітап таңдамауы, яғни кейбір оқушылар өздерінің жасына сай кітапты таңдай алмайды. Екіншіден, оқылым тыңдалым дағдысын арттыру мақсатында. Үшіншіден, кітап оқуды жүйелі дағдыға айналдыру, яғни біз кітаптың басын оқып бастаймыз да, бірнеше беттерінен кейін оны жүйе болмағандықтан, бізде құрылым болмағандықтан оны біз оқымай тастап кетеміз. Сондықтан және төртіншіден, кітап оқуға қызығушылықтың төмендеуі. Яғни көп оқушыда, көп адамда кітап оқуға деген қызығушылығы жоқ, соның кесірінен. Және де бесіншіден, оқушыны белсенді оқырман етіп, сыни ойлауын дамыту деп алдым. Яғни кітап оқудағы оқушылардың кітап оқымауындағы ең басты мәселелерді мен көрсеттім. Бұл жерде оқушылар арасында кітап оқушылықтың қызығушылығының төмендеуі ең біріншіден. Екіншіден, оқу әдетінің дұрыс қалыптаспауы, яғни жаңағы айтқандай жүйе жоқ бізде. Үшіншіден, ұялы телефондар мен гаджетке тәуелділік. Төртіншіден, оқу дағдыларының әлсіздігі, яғни мәтінді баяу оқу, сонымен қатар ол мәтінді оқуда түсінудегі қиындықтар. Саммари арқылы кітап оқудың жетістіктері: оқушының қызығушылығына сай кітап таңдалады, ары қарай оқу әдеті қалыптасады, яғни кітап оқу уақыты деген дәстүр енгізіледі. Сонымен қатар жаңа сөздерді бірге талқылап, оқушымен бірге талқылап, сөздік қорын көбейеді. Сосын кітап оқу кезінде оны міндетті түрде марапаттау керек, яғни кішкене стикерлер жинау арқылы, немесе шағын сыйлықтар беру арқылы, яғни ол оқушыны адамды мақтау арқылы, яғни мотивация беру арқылы. Саммари деп отқанымыз ол көлемді шығарманың қысқаша баяндалуы. Жалпы қазақ әдебиетінде және шетел әдебиетінде осы тәсіл көптеп қолданылады. Менің өзімнің университет қабырғасында оқып жүрген кезде жалпы осы саммари әдісі біздерге түсіндірілетін, бірақ оны үлкен көлемде білмейтінбіз, айтпайтынбыз ол нәрсені. Қазіргі таңда қазақ әдебиетінде мысалы том-том шығармаларды оқитын оқырман да жас буында көп емес, ал шетелдерде осы кітапты немесе көлемді шығарманы саммари әдісімен немесе бейімдеу оқыту әдісіменен оқыту кеңінен таралған. Ал біздерде қалай? Яғни біздерде том-том шығарманың атына қызығамыз, бірақ та оны оқиын десе біздің тісіміз батпайды, себебі тілі ауыр, немесе біз балаға, оқушыға түсінуге қиындық келтіреді. Сондықтан оқушылар керемет туындылар менен немесе орта буын өкілдері қош айтыс жатады. Яғни себебі қазір бұрынғыдай емес, бұрын біздің әке-шешеміздің заманында немесе одан да бұрынғы кездерде ақпараттарды тек қана кітаптан алатын, ал қазіргі кезде кітаптан бөлек әртүрлі гаджеттерден немесе аудиокітаптардан ақпараттарды алады. Мен осы саммари әдісіне байланысты оқу дағдысының жүйелігі болмай тұрғандықтан кітап оқытуға осындай трекер жасап қойдым өзім қолымнан. Бұл жерде ең бастысы не істеуіміз керек? Біз күнде уақытты бөлуіміз керек. Мысалы, күніне 15 минут қана осы кітапты оқимын деп. Және де біз сол кітапқа назар қоюымыз керек, яғни түрлі гаджеттерден біз бас тартуымыз керек. Сол 15 минуттың бойында сосын біз белгілеп отыруымыз керек. Міне 30 күн бойы қай жерге дейін келдік, соны белгілейміз. Және де сол оқыған кітаптың бөлігінен инсайттарды жазып отырғанымыз өзімізге өте жақсы көмектеседі. Және де оны басқа біреуге айту, яғни сол оқыған кітабымызды баламен немесе адамдарменен міндетті түрде талқылағанымыз дұрыс болады. Осы трекерлерді мен сіздерге міндетті түрде таратып беремін. Кітап оқуға мен оқушыларға бірнеше тапсырмалар дайындап келдім. Мысалға, бірінші тапсырма. Бұл жерде мен мысал ретінде Қызыл телпек кітабын алып отырмын. Яғни Қызыл телпек кітабын бала тек қана 15 минутта алғашқы бетін оқиды. Сосын андай сұрақтарға жауап беруге тырысу керек бала.
яғни мәтінді түсінуге байланысты сұрақтар қойдым. Қызыл телпек кімге қонаққа барады, анасы оған не апаруға тапсырды, және де қызыл телпек жолда кімге кездесті деген ең қарапайым түрдегі сұрақтарды жаңа бала алғашқы 15 минутта оқығаннан кейін барып осы сұрақтар арқылы талқылау жүргізеді. Жұптық жұмыс жүргізуге болады, немесе топтық жұмыс жүргізуге болады деген сияқты. Ары қарай екінші күнге екінші тапсырма оқыған беттегі кейіпкерлерге сипаттама беру. Мысалы, оны топтық жұмыс ретінде алдым. Себебі әр топқа мынандай тапсырма беріп, бірінші топқа қызыл телпек қандай қыз, соны ол оқушы 3 сөзбенен сипаттау керек. Екінші топқа қасқыр қандай мінез көрсетеді, осыны да 3-5 сөзбенен сипаттауымыз керек. Және аңшы оқиғада қандай рөлді атқарды, оны үшінші топқа осы неге кейіпкерге сипаттама береді. Мына жерде сіздерге абай жолына жасалған саммари әдісін көрсеткім келіп тұр. Яғни мына жерде жаңа саммариға қатысты қысқаша мәліметті беріп өттім. Абай жолы роман эпопеясы көп адамдарға, оқушыларға соның ішінде оқу қиындық туғызады. Сондықтан соны қысқа нұсқада жасауды жөн көрдім. Ең алдыменен мен бірнеше беттерге романның кейіпкерлерін жазып қойдым. Яғни соның түсіндірмесі қысқаша, кейіпкерлері кім қандай рөлді атқарады. Ары қарай ең бірінші кітабы бастайды міне. Бірінші кітаптың, яғни қайтқанда деген бөлімі, сол қайтқанда бөлімін мен 3-4 бөлімшелерге бөлдім. Соның ішіндегі міне қайтқанданың бірінші бөліміне азғантай ғана мәлімет бердім. Бала осыны оқи отырып-ақ романды түгел түсінбесе де, яғни оның негізгі ойын түсініп шығатын болады. Ары қарай міне екінші бөлімшесі, бірінші бөлімнің үшінші бөлімшесі, төртінші деп осылай бір бөлімді аяқтаймыз. Екінші, мысалы, қат-қабатта дейтін бөлімі, ол да бірінші, екінші, үшінші деп қысқаша бөлімшелерге бөліп жазып қойдым. Оқушыға, мұғалімге де, оқушыға да оқуға ыңғайлы болатындай етіп. Осылай қылып әрбір жаңағы несін кітапшасын көрсетіп қойдым мен сіздерге. Мына жерде 4 кітабы да бар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші кітабы. Сол кітаптың электронды нұсқасын сіздерге жолдайтын боламын. Мен өзімнің педагогикалық идеямды қорытындылай келе, яғни жаңа Абай жолының том-том кітаптарын сіздерге қысқа нұсқасын көрсеткендей, осындай басқа қазақ тілі әдебиетіндегі әртүрлі әдемі үлкен көлемді шығармаларды осындай қысқартып, қызықты қылып өткізуге, оқуға болады. Назарларыңызға рахмет.